Салам алейкум, жігіттер, қалайсыңдар? Бізде бүгін план бойынша торговля. Баса берейік сразу, съемканы. Қысқасы, қазір сағат неше болды? Қазір сағат таңғы 8:30. Біз жігіттермен кофейне жинап отырмыз. Торговля ұрамыз қазір. Осы видеода прям анализдің бәрін көрсетіп, трейдингта қалай ақша табамыз, сделкаларды қалай ашыласын бәрін көрсеткім келіп отыр. Көбінесе бұл формат технически болады, сәл күрделі болуы мүмкін. Бірақ видеоны соңына қараңыздар. Себебі бұл видео нағыз трейдинг жайлы. Кеттік. Okay, let's go. Жалпы торговляға біз бір сессияны таңдағанды жақсы көреміз. Мысалы үшін Қазақстан уақытымен таңғы сағат 4-тен 11-ге дейін бізде азиатская сессия, яғни Токио, Корея жақтардағы экономика тікелей активтердің бағасының өсуіне, құлауына әсерін тигізеді. Мейлі ол алтын болсын, биткоин, валютные паралар, акция без разницы, да? Екінші момент, сағат 12-ден бастап кешкі сағат 5:30-ға дейін бізде Европа сессиясы. Ол более қолайлы на самом деле. И кешкі жақын 5:30-нан ары қарата американская сессия басталады. Ең волатильный, ең күрделі, бірақ ең көп табыс әкеле алатын нарықтың түрі. Но өзімізге негізінде Азия ұнаған соң, сол үшін таңертең өсіп жігіттермен кездесетініміз бар. Әзірге сауда жасайтын ситуация болмаған соң жігіттермен баскетбол ойнап қайтайық деп шештік. Бірақ видеоның сонда да соңына дейін қараңыздар, бәрібір 1-2 сделканы реальный примерда көрсетіп, нәтижесін шығарамыз. Жарайды, давайте танысып қойық. Есімім Жандос Қастаев, жасым 29-да, трейдинг саласында 6 жыл жүрмін. Өзім Өскемен қаласыныкі боламын, Астана қаласын тұрып жатқаныма где-то 5 жылдай болды. Алматы қаласында политехта оқыдым, мамандық бойынша негізі мен нефтяникпін, бірақ көріп тұрғандарыңыздай по специальности не работаю. Енді 2021 жылы 500 мың теңгеден бастап 120 миллион теңгені мен Binance крипто биржасында жасаған болатынмын. Оның обзорлары менің YouTube арнамда бар. Қазіргі таңда проп счетта $50 мың оборот бар. Ол жақта біз валютный рынок пен алтында индексі сауда жасаймыз. Реал депозитта менде $15 мың, в итоге $65 мың мен жұмыс жасап, мен айлық табысты 4-6 миллион теңгені құрастырамын. Енді Қазақстанға жалпы қандай пайдамызды тигіздік? Менің YouTube арнамда 28 мың оқырман бар. Елдің сатып жүрген курстары, СНР, Smart Money, свечной анализ, индикатор, робот, менің оны түгелі YouTube арнамда тұр. Ешті кіріп қарап шықсаңыздар болады. Новичоктарға да бар сабақтарым, профессионалдарға да бар. И қосымша прямой эфирға шығып, мен YouTube'да лайв торговля жасаймын. То есть адамдардың көзінше кәдімгі анализ жасаймын, бәріміз бірге қосылып сделка ашамыз, и тиын тебетімізді табатымыз бар енді. Сол, енді Инстаграмды алатын болсақ, TikTokты алатын болсақ, 2021-2022 жылдары мен XRP, Solana, Ethereum дейтін криптовалютаны алыңдар деп қақсадым. 2024 жылы PP дейтін монетаға сигнал берген болатынмын, и соның бәрін қосқан кезде примерно 6000% табыс бар. То есть, кім маған бұрыннан бері подписан, қазіргі таңда жақсы ақша тапты деген ойдамын. Өзім жайлы пока что все, енді менің командадағы жігіттермен таныса кетіңіздер. Так, бәріне сәлем, менің есімім Ажыхан, жасым 23-те, трейдингте жүргеніме где-то 2-2,5 жыл болды. Сауда жасау стилім day трейдинг, көбіне форекс нарығында алтын мен валютный паралармен сауда жасаймын. Личный депозит жоқ, только проб компаниялармен. Ал Жандостың компаниясына келетін болсақ, где-то жарты жыл болды осы компанияда жұмыс жасап жатқаныма. Көбіне мен офлайн консультацияға жауап беремін. То есть бізге күніне офисқа 15-20 шақты адамдар келеді. Оның барлығына біз консультация беріп үлгереміз. Бәріңе сәлем, менің атым Ерасыл, Ақтау қаласынан болам, және де Жандостың командасында крипто трейдер болам. Криптоның айналасында жүргеніме уже менің 5 жыл уақытым болды. 2 жыл оқуға уақыт кетті, және де 3 жылдың ішінде мен жақсы табысқа шықтым. Жандостың командасына келген уақытым ол 1 жыл болды. Басында анам кланның подпискасын алған, одан кейін өзім қызығушылығым пайда болып, өзім командасына қосылдым. Okay, let's go. Достар, таныстық, жәнегіде Ажыхан бізде Астана қаласындағы офиске қарайды. Ол жаққа келген клиенттерге консультация береді, клиенттер өте довольны еді, ама жол бір клиент саған гулял келген. Оның алдында бір суши пицца әкеп берді. Кеше буквально бір клиенті оған торт әкеп берді, ойласаңыздаршы. Ерасыл болса бізде кураторларға қарайды да, и соның арқасында ол жақта Mercedes салонындағыдай сервис. Біз 20 минуттың ішінде жауап береді бәрі кураторлар. Сағат 11-ден кеш сағат 8-ге дейін жауап береді. Как положено, все как часы работают, в принципе. Система налажена. Енді біз нені құрастырып жатырмыз? Біз клан дейтін сообществоны осыдан 2 жыл бұрын аштық. Қазіргі таңда ол сообществода бізде 1200 адам бар.
біз ол жақта тренингті нөлден бастап үйретіп қана қоймай, көптеген стратегияларға разбор жасаймыз, консультация береміз. Болсын қандай плечомен қоятын, қандай тейктармен, стоптармен қоятын бүкілін барлығын дұрыстап түсіндіріп жазып кетеміз. Және де қарайтын болсақ, результат $1400, 156%. Не, жақынырақ көрсетер, тағы, адамдар дұрыстап көрсін. Енді отработкасын қарайық, TradingView'дан. Вот, идеально. Енді мен сіздерге Forex нарығын көрсетейін. Бізде крипто и Forex-қа сигналдар беріледі, в основном идеялар беріледі, то есть анализ жасалған. Так, 4-5 күнді қарайтын болсақ, соңғы бізде, например, 9 июль күні осындай сигнал берілген, то есть біз мына жерден байға кірдік. Түсінетін адамдар, то есть мына жерден уже білді, біз трендті сыздық, барлығын сызып беріп, дайындап кірдік. Стоп лосс, жаңағы take profit барлығын жазғанбыз. И біздің бұл жерде отработкамыз мына жерде осындай прям $582 алып келген, бір дейтін лотпен кірдік. Адамдар өзінің рискіне қарай кіре береді, біреулер 0.1 деген лоттармен. Так, келесі сделкалар уже мына жерден бірінші тейкқа жеткен, мына жерден екінші тейк, дальше кете береді. Анализ, лайф торговля, барлығы осы кланның ішінде бар. Бұның ішінде бізде қазір 1200 адам ай сайын подпискаларын созып отыр деген сияқты. А так в целом кланда барлығы прям идеально беріліп жатыр. Идеально отработка, сигналдар барлығы. Қазір біз офисқа келдік, кішігірім обзор кеттік жүр. Бизнес-центр астаналық, Бәйтеректің дәл жанында орналасқан. Мына кабинетте бізде онлайн консультация беретін менеджерлар тұрады. Зал ожидания ғой, типа клиенттеріміз телевизор қарап, шай ішіп деген сияқты. Бұл жеке өзімнің кабинетім. Осы жақта отырып мен клиенттер қабылдаймын. В принципе, мына жақта отырады, мен осы жерде отырып әңгімемді айтамын. Плюс к этому біз қазіргі таңда XM дейтін брокермен партнер болдық. И бізде возможность бар әр келген кісіге бір-екі ойнатып жүруге. То есть видео отчет жібереміз, клиент келеді айландырады, мысалы үшін оған алады да, кланға подписка түседі, бір аптаға тегін доступ, PDF форматта кітап, термос, Forex King, немесе шотына $30, $50 деген сияқты. Кстати, сендер егер біздің сілтеме арқылы регистрация жасайтын болсаңдар брокерге, онда шоттарыңа $30, яғни 15 000 теңге түсе алады. То есть трейдингті салымсыз басып кететін возможностьтарыңыз бар. Сол на фоне Бәйтерека өте керемет орналасқан жер негізінде. Келесі кабинет бізде кураторлардың кабинеті. Мұнда дәл қазір Ярасыл уже жұмысқа кірісіп кетті. Бізде осы тұрған жерде кланның адамдары зумға кірді. Ол кісілер қазір Ярасылдың графигіне қарап отыр. Ярасыл анализ жасайды, разбор жасайды, сұрақтарына жауап береді. И возможность туып жатса лайф торговля жасайды. То есть сделка ашады, сделкаларын көрсетеді деген сияқты. Өте керемет условия бәріне жасауға тырысамыз. И кез келген адам біздің командаға негізінде трейдер болып қатыса алады. Бірінші условие сенің айлық табысың 500-нан жоғары болу керек. Екінші условие сен обязательно бізден обучение өткен трейдер болу керексің. Потому что басқа трейдерлар келген кезде біздің көз қарастарымыз сәйкес келмей, біз жұмыс жасай алмаймыз. Өзіміздің стратегиямыз өзімізге сәл бай зашел. На франк ашылған нөрі сейчан қарасай, погашаешь, видишь, перебил же ликвидность, да. Жаңа ғана ашқан сделкамыз. Дәл осы ситуацияны қазір айтып жатырған жерде. Қалай? Әдемі ме? Бір-екі жыл сол оқуға арнадым өзімнің. Ешқандай курс алған жоқпын басында. Тек қана самоучка, чисто ютубтардағы информация және телеграмда берілетін информацияларды жинап, былай-былай өзім үйреніп алғам. И одан болды ма, кейін, табыс болды ма? конечно, болды. Без этого никак, потому что басында сол оқып болғаннан кейін, примерно дайынмын деген уақытта мамамнан ақша сұрағам, миллион теңгедей, то, чтобы начать. Бірақ ол кезде мен білген жоқпын, то, что мен мамам ол ақшаны бір жерден алған. И дальше Психологический давление қалды. Иә, ол информация маған жеткеннен кейін, маған уже тез қайтару керек болды ол ақшаларды. И дальше психологический давление, там минустан минусқа кетіп бастадым да. И одан кейін тағы да, чтобы минус прикрыть, бір жерден тағы миллион алдым, тағы бір жерден 2 миллион алдым. И сөйтіп, общая сумма минус у меня 5 миллионов примерно. Потом? И после этого... Қазір сенде Camry бар жетпіс. Оны сен трейдингтен көтердің, е? Иә. Вот сол Camry қалай жеттің сен сонда? Андай минустан кейін. Ондай минустан кейін мен уже алдыңғы жылы, жоқ,
1,5 жыл бұрын сіздің инстаграмнан сіздің неңізді көріп қалдым, таргеттен. Рекламаны ма? Иә, рекламаны көріп қалдым. И дальше соны сатып алғым келді. Вообще қазақтар не үйретіп біледі екен деген сияқты ой келді маған. И дальше сіздің сабақтарыңыздан психология, жаңағы вообще структура рынка барлығын подробно жақсы түсіндірме жақсы болғандықтан тез усвоить еттім. На самом деле так и есть, психология мында маңызды рөл ойнайды. То есть қазіргі таң адамдардың көбісі стратегиялар артынан жүгіреді. Көрген шығарсың, $100 $2,000, $3,000 разгон депозита деген, на самом деле, оның бәрі дұрыс емес. Это все приводит к азарту, это казино. И психология меңгерген адам самый простой стратегиямен классический теханализбен ақша табады, на самом деле. Мен қалай келдім трейдингке айта кетсем, на самом деле ақшасы бар жағдай жасадым да трейдингке қызықпайды. Потому что графикті ашасың, графикте неше түрлі қозғалыс и ну его нафиг дейсің ғой. Трейдингқа запрос бар адамдар келеді. Ақшадан қиналып жүргендер, қарыздар бар, или бір армандар бар, өмір деңгейін өзгерткісі келетіндер келеді. Себебі сөйтіп қана келген кезде сен трейдингті түсініп бастайсың. Мен трейдингке именно сол үшін келдім. Примерно 30 миллион теңге қарыз болады ата-анамда. Мен үйдің үлкенімін, оларға көмектесу мақсатында мен жұмыс жасап бастаймын. Настолько сильно пахал, что мен даже Грузиядан SMM агентство аштым. Сол мемлекетте маған Украина жігіттері келді. Олар P2P абналмен айналысады, криптовалюта бойынша. Жандос, бізге Instagram сайт керек деді. Мен сол қызметімді көрсетіп, оларға саттым, көмектестім, өзімді қызыға бастадым. Олардың сигналымен мен BNB дейтін криптовалютаны примерно $9 сатып алдым да $45 сатам. Ақша таптым. Классно. Но ол монетаның бағасы қазір вообще $800 тұрады. То есть прикинь, мен сол кезде $8 алсам, қазір $800 сатсам. Пипец разбогател бы. И сол кезде шүкір дейсіз. Да, әрине шүкір, но мен де көзім жетті. Когда получается, сол кезде бірақ көзім жетеді екен. Басына ойлайсың, по-любому лаха тұрған деп ойлайды көбісі, қорқынышты деп. И в то же время Гүлмира апа, помнишь, 62 жаса апамыз бар ғой, біз офисте келіп жүрген. Ол кісі тренингке тоже машинаның кредитін жабу үшін келді. Қиналып кеттім дейді, ана джип алып алған ғой. Ол кісі тренингтен бұрын біз ол кісіге ноутбукты үйреттік. Прикинь, телефонды үйреттік. Ноутбукты ашқан кезде ана браузерді былай ашасыз. Мышканың кнопкасы мынаны білдіреді, мынаны білдіреді. То есть кәдімгі тренинг емес, ана жақта ноутбукты үйретіп кеттік қой. Артынан тренингті үйреттік, стратегияларды көрсеттім. Істеп отырсаң болды дедік. Қазіргі кезде күнделікті табылса $30-35, шамамен 15-20 мың теңге. Плюс проб компаниядан мастер аккаунты бар, $5,000. Представь себе. Ильяс дейтін жігіт бар, госслужбада істейді. Оны танымайсың ба, танисың ба, білмеймін. Примерно менен бір раз үлкен жігіт госслужбада жасайды, прокуратурада. Фотосын осы жерге қоя алмаймын енді, сам понимаешь неге. Ол 4 миллион теңгеден бастайды да, то же самое стратегия, психологияны қолдана отырып, 23 миллион 500 мың теңге жасайды. $50,000. Зафиксировал прибыль, барда квартира алды. Ондай мысалдар көп. Кстати, семей жастылардың ішінде Еркебұлан дейтін бар. Ол 20-да қазір уже $100,000 пробка аккаунт алады, фандед. Потом $13,500 вывод жасайды. Бүкіл отбасынан бір смартфонды сатып алып береді, өзі Стамбулға барып қайтады. То есть ол менен сұрады Жандосаға ақшаны қалай құртсам болады деп. Мой совет был шетелге шығып қайт, өйткені сен шетелге шыққан кезде, сам понимаешь, неме ойлау қабілетің өзгереді. Сен болмай паш басқа мемлекеттерде? Иә, әрине. Қайда болдың? Балиде болдым. Балиде? Это здорово. Мен тұрдым Балиде жарты жылдай. Вообще кайфовый мемлекет. Вот солай, то есть шетелге шығып тұрған кезде адам өзіне ақша жаратса, ол көбірек ақша табады деген сол. Сен жақсы киінесің, сен уровеньді көтердің, и сен сол уровеньнен түскің келмейді. Сол үшін сен мен басқа жұмыс жасап бастайды. Да не, я вот күнде тамақ ішкім келеді көшеде, кофе алғым келеді, шетелге шығып тұрғым келеді деген уровень деңгейге шығып алсаң, сен одан түскің келмейді. Пахать ете бересің. Самое главное, надо шығып алу керек. Трейдингтің бір қызық жері, если сен дұрыс командамен жұмыс жасап бастасаң, сенде дұрыс наставниктер болса, ешқандай қателіксіз, ешқандай слепсіз табысқа шығып кете аласың. Қазір біз гольфқа бара жатырмыз. Алтында әдемі позиция көріп тұрмын. И мен байға сделка ашып қойын деп тұрмын осы жерден. То есть алтынның бағасын өсуін ақша табу мақсатында. Бұл жерде стратегия строго американский схема. Бұл біздің үшінші берілген сигнал. 2 күннің ішінде $50 бастаған оқушылар қазіргі таңда $175 табысқа шықты.
Ringing on my phone, they calling, but I ain't picking. Егер көрермендердің арасында трейдинг саласын мүлдем бастап үйреніп қана қоймай, нақты табыс әкелетін стратегияларды үйренгісі келсе, немесе минуста жүргендер психологиясын реттеп плюсқа шыққысы келсе, криптоинвестиция, торговые роботы, немесе прок-компаниямен жұмыс жасағысы келетіндер болса, онда керемет ұсыныс бар. Келесі аптада бізде онлайн наставничество, Астана қаласында офлайн, еще клан дейтін сигналдар каналына біз сатылым ашамыз. Бірінші болып қатысу үшін төменде тұрған сілтеме арқылы өтіп, бізге шығыңыздар. Орын саны шектеулі болғанымен біз бірден бәріне сата бермейміз. Адамдарды таңдаймыз. Егер шынымен де возможностьіңіз болса, егер сіздер уақытыңызды арнап үйренуге дайын болсаңыздар, онда біздің командаға кіре аласыздар. Так что собеседование тіркелу үшін немесе толық тегін консультацияларыңыз келсе, бұл видеоның астында тұрған сілтеме арқылы шығып менеджерға жазыңыз. Менеджерға шығу деген надпись тұрады, жанында сілтеме тұрады. Соны бассаңыздар, бізге тікелей шығасыздар. Бағасы және келетін болса, онлайн наставничество жеке менен үйрену, оның бағасы 599 мың теңге. 12-24 ай рассрочка бар. Тағы да Gold 389 мың теңге. Ол жақта көбінесе кураторлар сіздерге үйретеді, бірақ стратегияларды өзім үйретемін. Клан, оның бағасы небәрі 119 мың теңге. Сигналдар каналы и Астана қаласында өтетін офлайн обучениенің бағасы бізде 800 мың теңгені құрастырады. Толық ақпарат сілтеме арқылы шығыңыздар.